Бүгін инвентаризацияның алдында артық салу деген списанияны жасауды сіздерге қазір көрсететін боламын. Бізге ол үшін ең біріншіден ABS анализ. Мысалы қараңыздар, инвентаризациядан кіресіздер. Инвентаризация соңғы рет қашан жасалды, соның датасы қажет болады. Яғни 6-сы 05-і және де 2026 жыл. Бүгін бізде 02-сі 6-шы ай және 2026 жыл. Яғни арасы шамамен бір айдай. Енді бұл жерде біз инвентаризация жасап алдық, негізі қолменен өлшеп алдық. Бірақ енді ол инвентаризацияны осы 1С-ке жасамас бұрын артық салу деген списанияны жасау керек. Сол артық салу деген списанияны жасатуды мен сізге қазір түсіндіріп өте кетейін. Біріншіден мынаның датасын көріп аламыз. Одан кейін бізге ABS анализ қажет. ABS анализ продаж. Осы отчеттың ішіне кіріп, біз датаны 7-сіне, 05-сіне, 26-сына және бүгінгі датаны қоятын боламыз. Яғни қараңыздар, осы датада тұру қажет. Сформировать етесіздер. Сформировать етіп алғаннан кейін, жалпы осы аралықта қай құрттан қанша килограмм өткені туралы осы жерде толық ақпарат сіздерге жазулы тұрады. Яғни бұны сіздер алғаннан кейін барлығын мына батырмаменен скачать етесіздер. Скачать тип дегенге Excel 2007 дегенді скачать етесіздер. Қараңыздар. Окей десеңіздер, мына скачать етілді. Скачать етілгеннен кейін оны шетке шығарасыздар. Новый без деп тұр. Негізі бұл скачать етілді. Қарасаңыздар. Бұл менде негізі мына жақта бар. Дәл осы видеоны түсірмес бұрын мен негізі скачать етіп дайындап қойғанмын. Давайте мен сіздерге соны ашып көрсете салайын. Қараңыздар. Бұл жерде мына жалпы ауылым сықпа үлкені 3 тонна 252 килограмм өткен, жалпы сол аралықта. Міне 1С бойынша қарасаңыздар да дәл солай көрініп тұр. Ауылым сықпа үлкені 3 тонна 252-де 768 деген сияқты. Жалпы осыны скачать етіп, осы Excel форматқа қойып алғаннан кейін, міндетті түрде тек осы цифраларды белгілеп аласыздар. Белгілеп алғаннан кейін осы цифраны аласыздар да числовой деген форматқа қойып аласыздар бірінші. Міндетті түрде числовой деген форматта тұру қажет. Одан кейін бұл данныйды сіздер Google таблицадағы осы списание жасайтын, жалпы Google таблицадағы списание жасайтын біздегі инвентаризация сүт хаус деген папкаға кіресіздер. Және де осы жерге данныйларды енгізіп шығасыздар. Мысалға, жаңағы мен енгізіп қойғанмын. Ауылым сықпа үлкені 3 тонна 252-де 77 ақшасы. Одан кейінгі осы данныйларды біртіндеп, мысалға, мына данныйды бір бөлегі отырғызасыздар. Одан кейінгі салынған количествосы, количестволары осылайынан отырады. Және де выручкасы отырады. Және мына жерден плюс шығады. Бұлай қарасаңыздар. Мына қарасаңыздар, осылай плюс шығады. Осы плюсті да конца сіздер қойсаңыздар, өзі сіздерге есептеп беретін болады. Яғни мына жерде өйткені формула тұр. Жаңағыдай бұл 0,31% артық салуымыз. Біз мысалға әрбір тапсырысқа, мысалы 15 килограммға біз 50 грамм артық саламыз. 30 килограммға біз жаңағыдай 100 грамм, 45 килограммға 150 грамм артық салатын боламыз. Соны есепке алатын бұл формула. Мысалға 3 тонна 252-де 77 өткен болатын болса, біз сол аралықта 10 килограмм 840 грамм біз артық салған екенбіз именно осы құрттан. Яғни бұны біз базадай списанияға жасап жіберетін боламыз. Бұл данныйды біз біршама шығарып алғаннан кейін, жалпы бұны кішірейтеміз. Кішірейтіп өзімізге ыңғайлы жерге осылайынан қойып аламыз. Және де мына екінші беттен 1С-ті де
1С-тен біз складтың ішіне кіріп списание товаров дегенді басып создать етесіздер. Создать етесіздерді бірінші корреспонденция деген жерге артық салу дегенді таңдайсыздар. Одан кейін бұл 1С-де сіздер өздеріңізге ыңғайлап кішірейтіп аласыздар. Екеуін бір жерге орналастырып қойып аласыздар. Яғни мына данныйдың барлығын біз мына жаққа көшіруіміз керек болады. Яғни қараңыздар, добавить басасыз. Ауыл мысық па үлкені? Мұнда ауыл мысық па үлкенін көшіресіздер. Және де количество, қанша килограмм бізде шыққаны есептегені. Онда 84. Оны көшіресіздерді мына жерге қоясыздар. Яғни осы данныйлардың барлығын біртіндеп қойып шығасыздар. Біртіндеп қойып шыққаннан кейін сіздерге шығады. Осы жерде провести закрытьті бассаңыздар списанияға кететін болады. Осы товарлардың, осы килограммдардың барлығы бізде товардан, яғни номенклатурадан азаятын болады. Мен бұл списанияны негізі жасап қойдым. Міне қазір 7-ден 41 кеткен кезде мен жасап қойғанмын. Ішін ашып сіздерге көрсетейін. Қараңыздар, мына ауыл мысық па үлкені, онда 84. Салыстырмалы түрде қараңыздар. Ауыл мысық па үлкені, онда 84. Міне. Мына жақта да дәл солай. Міне ауыл мысық па үлкені, онда 84. Мамырлы домалақ орташа 18-де 10. Мамырлы домалақ орташа 18-де 10. Мамырлы жаңғақ орташа 8-де 61. Мамырлы жаңғақ орташа 8-де 61. Дәл осылайынан сіздер списанияға жіберетін боласыздар.